Сәлеметсіздер ме? Біз жас биолог Шынар және Әділі. Бүгін біз күнделікті өмірде қолданып жүрген газдалған сусындардың бірі Кока-кола сусынының зиянын айтамыз. Ет жеп сорпа ішетін қазақ халқы да тек жастар ғана емес, сонымен қатар қарт кісілер де осы тамақтан кейін Кока-кола сусынын тұтынады, себебі олар тамақты ас қорыту жүйесін жақсартады және де тамақты тез сіңіреді деп санайды. Алайда бәрі керісінше. Кока-кола сусынын көптеп пайдалану адамзаттың түрлі ауруға шалдығуына себепкер болады. Себебі оның құрамында көптеген ароматизаторлар, бояғыштар және консерваттар кездеседі. Ғалымдардың айтуы бойынша, Кока-кола сусынған пайдаланғаннан кейін көптеген бауыр ауруларына шалдығады. Және де Кока-кола сусынның құрамында көмірқышқыл газы кездеседі. Көмірқышқыл газы адам ағзасына қалай әсер ететінін білесің бе, Шынар? Ал зиянына тоқтала кететін болсақ, бұл газдалған сусындардың құрамында судан бөлек сонымен қатар газ кездеседі. Бұл газ адам ағзасына әртүрлі әсер етеді. Әлемге танымал Кока-кола сусынын ішкеннен кейін біздің ағзамыз қандай жағдайда болатынын біле бермейміз. 10 минуттан кейін біздің ағзамызға 10 қасық қант сіңе бастайды. Осы біздің қанттың бір күндік нормасы Кока-коланы бір ішкенде қабылданады. Сіздер бұл туралы білдіңіздер ме? Қазіргі таңда түрлі мерекелерде, мысалға туған күндерде біз кондитерлік тағамдарды тұтынамыз. Және де өзіңіздер білетіндей, кондитерлік тағамның құрамында ас содасы кездеседі. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, соншама тәтті сусынды қабылдаған біздің ағзамыз құсқысы келеді. 20 минуттан кейін бауыр қантты майға айналдыра бастайды. Ал 40 минуттан кейін көзі қарашығы үлкейеді де қан қысымы көтеріледі. Ағзаңыздан дофамин атты гормон бөлінеді. Бұл гормон миға әсер етеді де сізге ләззаттық сезім бөлінеді. Және де Кока-коланың зиянымен қоса тұрмыстық жағдайларда пайдасы да бар. Мысалы, ол темірдегі тасты кетіреді, киімдегі кетпейтін дақтарды кетіреді, ыдыстарды бастапқы қалпына келтіреді, автокөлікті терезені керемет жуады. Және сенен тағы да қызықты факт туралы білсеңіз келеді. Шетелдерде жол апаты болған кезде асфальтқа төгілген қанды осы Кока-коланың әсерімен кетіреді екен. Қорытындылай келе, біздің кеңесіміз бұл сусынды жарнамаларда еш зияны жоқ деп жауқыратқанымен, оның бізге деген зияны екені даусыз. Егер сіз осының барлығын біле тұра сусынды қайта-қайта іздеп іше берсеңіз, онда сіз осы сусынға әбден тәуелді болып қалғаныңыз. Ал бұл зияндарды білгеннен кейін ішуді доғарсаңыз, денсаулығыңыз өз қалпына келеді. Сондықтан кешікпей тұрғанда тездетіп әрекет жасауымыз керек. Әйтпесе өз денсаулығыңызды өзіңіз құрдымға жібересіз. Ауырып жол іздегенше ауырмайтын жол ізде деп ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Сіздермен болған 8-ші сынып оқушылары Баутанбай Әділі және Космырза Шынар. Назарларыңызға рахмет.